Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәнінен ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалатын боламыз. Ұлттық біліктілікті арттыру тестінен немесе ұбт-ға да пайдасы бар бұлардың. Сонымен бірінші сұрақ: алпамыстың әйгілі гүлбаршын әкесінің жылқысын айдап кеткен тай шыққан қалмақ алпамыстың аты. Байшұбар. Шоқанның Қашқарияға сапары 1858-1859 жылы. Әлімбай. Хикметтер саны 149. Сөз таптарына нелер жатады? Атауыш, көмекші, одағай сөздер. Диуани-лұғат ат түрік сөзінің мағынасы. Түркі тілдері сөздігінің жинағы. Қобыландының астындағы аты Тайбурыл. Абырайдың табиғат туралы өлеңі. Жаз және өзен. Келесі сұрақ: М. Дулатов Оян қазақ өлеңдер жинағына кірген өлеңдері. Оян қазақ кітабына енген өлеңдер. Қазақ халқының бұрынғы һәм бүгінгі халі. Қазақ халқының бұрынғы мағишаты, өнер мен қас ылғалды болған нәрселер, сайлаулар хақында, қазақ жерлері, мешіт медресе хақында тағы басқа. Осының барлығы Дулатовтың Оян қазақ өлеңдер жинағына енген өлеңдері болып табылады. Абайдың 1886 жылы жазған өлеңдері. 1886 жылы Абайдың 17 өлеңі жазылған. Және жаз 1886 жылы Шоқпарда кекілі бар қамыс құлақ, 1886 жылы Адасқанның алты жөн, Қартайдық қайғы ойладық, Ұлғайды арман деген өлеңдер және Көжекбайға тағы басқа өлеңдері. Қарғын шығармасы Дулат Исабековтікі. Хан мен тер романдарының бөлімдері. Ымырт Сергелден күйреу. Гомер Жамбыл Жабайып 1846-1845 жылдары. Маса жинағы 1911 жылы Орынборда жарық көрді. Қырық мысал 1909 жылы Петербургте жарық көрді. Бұқардың алғашқы өлеңі. Мен өгіз терісі талыспын. Соңғы көш роман диалогия. Жұмаділ. Келесі сұрақ: Соңғы көш романдағы диалогия Жұмаділов деп тоқтадық. Тақау аяқтанып дала сыры 1966 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлықты алды. Ана керек о адамдар өлеңінің авторы Төлеген Айбергенов. О сарыарқа сарыарқа Дулат Бабатайұлы. Ахмет Яссауидің шәкірттерінің саны 90 мың. 90 мың шәкірт. Қазақ жыраулар поэзиясының атасы Шалкиіз.